Сәлем менің YouTube достарым. Бүгін мен кірпішешендер деген тамағымның жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін 2 пиязды майдалап турап, таза жуылған күріш пен гречка қосамын. Кейін 2 сәбізді палауға қосатындай етіп турап аламын. Тамақты барынша үлкен махаббатпен жасаймын. Күріш пен гречканы қайнаған ыстық суда ұстап тұру керек. Сонда ол өзі ісініп, әдемі боп шығады. Күріш пен гречкаға 2 жұмыртқаны шағып, және де 200 грамм фаршты салып, жақсылап араластырып аламын. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш және зіре қосамын. Енді майланған тапаға қолымызбен домалақшалап, тапаға арасын ашық-ашық етіп қойып шығамын. Тамақты үлкен махаббатпен жасау керек. Сәбіздерімізді алып, үстіне қадап, кірпішешенге ұқсатып шығамын. Жарты литр су қосып, орташа алауда пісіріп аламыз. Міне тамақ дайын, ас болсын. Тіркелуді ұмытпаймыз.